Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір сүзбелі бәліш, яғни творожный пирог дайындайтын боламыз. Ол пирогтардың ішіндегі ең ерекше, ең дәмді, ең тойымды пирог. Қалай жасалуын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Менде бұл жерде 700 грамм сүзбе, оған 4 жұмыртқа қосамыз. Егер сіздерде сүзбе жар дегала немесе одан аз болса, жұмыртқаны да соған қарай азайтыңыздар. Жақсылап блендердің көмегімен еземіз, қант қосып, тағы да блендермен еземіз. Немесе шанышқы қолдансаңыздар болады, бірақ мынандай үлкен көлемдегі сүзбеге ол қиындық тудыруы мүмкін. Міне, біздің сүзбенің консистенциясы осындай қою болу керек. Келесі қамыры үшін онды ситадан өткіземіз. Үстінен сармайды үкіштен өткіземіз. Сармайды мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар, үкіштен өте оңай болады. Енді осылай қолымыздың көмегімен сармаймен ұнды араластырамыз. Сармай мен ұн жақсы араласу үшін алақанымызды жайып, ысқалауымыз керек. Бізде осындай топырақ тәріздес қамыр пайда болу керек. Енді оның үстіне қант қосамыз, 2 шай қасы қопсытқыш қосып, тағы да араластырып аламыз. Бұл жерде қалыптың формасы 35-40. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды бетіне жайып шығамыз. Астыңғы бөлігіндегі қамыры қалың болу керек, сондықтан қамырды 2-ге бөліп алып, бетіне қоятын қамырыңызды аз мөлшерде алып қалыңыз. Және барлығын сепкен кезде бетіне бір қалыпты, бір жағы жоғары, бір жағы төмен болып қалмасын. Барлығын қандай мөлшерде алатыныңызды мен видеоның төмендегі описаниясына жазып қойғанмын. Келесі сүзбесін саламыз. Бірден ортасына үйіп салмаңыздар, әр жерінен қасықтың көмегімен салыңыздар. Себебі астыңғы қамыры жаңағыдай топырақ тәріздес болғандықтан оны жаю өте қиынға соғады. Жайып жатқан кезде қолыңыздағы құралыңызды мүлдем көтермеңіз. Егер көтеретін болсаңыз, астындағы қамырмен бірге көтеріліп кетеді. Енді ең соңғысы осылай қолымызбен әдемілеп бір келкі етіп жайып шығамыз. Мен щетканы бетін жақсылап тегістеп алу үшін қолданамын. Енді осы пирогымызды 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Сүзбелі бәлішіміз пісіп шықты. Оны суытуға қоямыз. Ыстықтай кесуге болмайды. Достар, міне біздің сүзбелі бәлішіміз. Арасын қараңыздар, сүзбесінің өзі қандай әдемі формада көрініп тұр. Міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпағайсыз. Ал тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.